Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен құдалыққа арналған қарапайым корзиналарды өте әдемі етіп әсемдейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Біздерге мынадай заттар қажет: корзина, мен матовый түрік үйлерін таңдап алдым, фоамиран қажет. Одан кейін матамызды алып, корзинамызды айналдыра өлшеп шығамыз. Дәл осылай өлшеп шығамыз. Корзинамыздың сыртқы жағына қаптайтын мата ішкі жағынан 1-2 сантиметр ұзынырақ болады. Өйткені сыртқы жағына көптеу кетеді. Айналдыра өлшеп шыққан матамызды ортасынан бөлеміз. Ішкі жағының матасында дәл ортасынан бөліп шығамыз. Одан кейін қарасаңыздар, міне корзинаның шеткі биіктігі ұзынырақ, ал ортаңғы жағы кішкене биіктігі қысқарады. Сол себептен дәл осылай матамызды ортаңғы жағын ойып аламыз. Енді осы ойықты қалған 3 мата бөлігіне де дәл осылай жасап шығамыз. Одан кейін корзинамыздың былай сыртқы келбетін қарасаңыздар, трапеция болып келеді. Трапеция тәріздес пішінде жасап шығамыз. Қиып алған пішіндерімізді міне ішкі жағын, одан кейін сыртқы жағын қосатын жерді машинкамен немесе қолмен тігіп шықсаңыздар болады. Мінекей осылай тігіп алдық. Бізде осылай тігілген 2 бөлік пайда болды. Видеода көрсетілгендей тігістерді жүргізіп шыққаннан кейін тігістерді жақсылап үтіктеп аламыз. Одан кейін дәл осылай синтепонның үстіне матамызды қойып, синтепонды кесіп аламыз да. Мен 1 синтепонды 2-ге бөліп пайдаландым. Корзинаны осы жолмен әсемдейтін болсаңыз, сіз матаңызды да үнемдейтін боласыз, өйткені артық мата кетпейді. Одан кейін синтепон салатын себебіміз сырт көзге корзинамыз томпайып әдемі көрінетін болады. Енді корзинамызға тіккен матамызды кигізіп шығамыз.
Мен корзинамыздың формасы әдемі болып тұру үшін кішкене холофайбер пайдаландым. Холофайбер болмаса мақта пайдалансаңыздар да болады. Енді мына корзинамыздың ортаңғы бөліктері ашық қалды, соны өлшеп аламыз да, одан кейін артық 2 сантиметр қосып алып, матамызды қиып аламыз. Екі сантиметрді қосып алған себебіміз, өйткені қазір біз матамыздың шеткі жақтарын кілелеген кезде бізге сәл артықтау жері қажет болады, сол себептен осылай артығырақ аламыз. Осылай маталарымызды жапсырып, біздің корзинамыз дайын болады. Одан кейін тұтқасына өзіңіз қалаған түсте лента жапсырсаңыз болады. Одан кейін өз қалауыңызша оюын жапсырып әсемдейсіз. Мінекей біздің өте әдемі корзиналарымыз дайын болды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын.